Көре-көре көсем боласың. Жүз естігенше бір көрген артық. Көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра. Жалпы көрген жақсы ғой, көрейік. Берік Сұлтан 1988 жылы туылған. Жұлдызнама бойынша таразы. Өмірлік ұстанымы. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақта. Берік Таңшолпанның өзіне аса жауапкершілікпен қарайтын білікті тілшілердің бірі. Қазақстан журналистер одағының мүшесі. 4 жылдан бері тележурналистика саласында істеп келеді. Ал біздің ұжымда қызмет атқарғанына 1 жылдан асты. Нағыз айкидо бұл спорттың түрі емес, бұл өзін-өзі қорғау өнері. Апа қалайсыздар? Беріктің бойында ақындық талант та бар. Ол атасынан сіңген. Болашақта жақындарының өзіне деген үмітін ақтағысы келеді. Сөз сізгені әріптесіміз Берік Сұлтанда. Ал қазір Қарағанды қаласына сапарлап барып қайтқан әріптесім Берік Сұлтанның бейнесюжетіне кезек берейік. Өндіріс саласы бойынша қазақ жастарына мектеп болған өлкенің бүгінгі тынысымен тілшіміз Берік Сұлтан таныстырады. Берік Сұлтанның Малайзия туралы айтары көп, тамашалайық. Қайықпен серуендеген тілшіміз Берік Сұлтанға сөз тізгінін береміз. Малайзияның Лангкави аралымен өздеріңізді таныстырсын. Таңшолпанның тілшісі Берік Сұлтан туризмнен мол пайда тауып отырған елдің бірі Малайзияға арнайы сапармен барып, озық тәжірибесін көріп қайтқанын білетін боларсыздар. Ел астанасы Куала Лумпур қаласының ерекшелігімен әріптесіміз Берік Сұлтан таныстырады. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз жылына 25 миллион саяхатшы келетін Малайзия елінде тұрмыз. Жалпы ұзындығы 452 метр, 88 қабаттан тұрады. Мұнда қатты сөйлеуге болмайды. Қасымызда отыр, сескенбейді. Шошымайды, үркімейді, айналайын. Бәрекелді.
Арасан қыстағында 103 үй бар. 5116 адам тұрады мұнда. Барлығы да қазақтар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Біз Синьцзян Уйғур автономиясы Қашқар қаласындамыз. Қашқар ең көне қалалардың бірі. Таза ауа, тамаша табиғат. Біз Іле Қазақ автономиялық облысына қарасты Моңғолгөре ауылына беттеп барамыз. Ол жақтағы халықтың тыныс-тіршілігімен бірге танысайық. Бұл туынды аялы алахан деп аталады. Бұны жасау үшін 2 келі алтын, 6 келі күміс жұмсалған екен. Ал дәл үстінде елбасының оң қолының ізі бар. Егер елбасының оң қолының ізіне алақаныңызды қоятын болсаңыз, онда елбасының сөзіне жазылған Бекболат Тілеуханның әні «Елім менің» шырқалады. Әр таңымыз арайлы болсын, ардақты ағайын.